Мына қыс ауасы келді. Бұл енді момын мұсылманның бұл несі жазы. Түн ұзақ. Осындай сабақтарды алып, үйреніп, иманымыз не қылуымыз керек? Қатайтуымыз керек. Мүсәпірміз. Мүсәпір деген не? Жолаушы. Бәріміз жолаушымыз. Бұл дүниеге келгенде бауырлар мүсәпір едік. Шып етіп ананың құрсағына келдік. Сол жерде енді анамызға Аллах Тағала өткендері болса рахматын алсын, тірі болса ұзақ өмір берсін. Сол жерде кіндік шешеміз, медбикелер бізге қарап, жуындырып, кіндігімізді кесіп, анамыз емізіп, тамақтырмағанда өшеде отырмайтын едік. Және де ертең бұл дүниеде мынау жанымыз, тәнімізді тастаған кезде және де не болып қаламыз? Мүсәпір болып қаламыз. Өзім жуын алмаймын, бізді жуындырады, кефін дейді, жаназамызды оқиды, сөйтеді да иықтарына көтеріп апарады да жердің қойнауына қояды. Сол сияқты бұл өмірдің бәрі мүсәпір. Ұйықтадың, оянасың ба, оянғаннан кейін оянасың ба, оянбайсың ба, оны не болады? Bir ғана Аллах Тағала біледі. Сондықтан момын адам ол бақытты адам, момын адам ол Алланы таныған адам, момын адам бұл дүниенің хикметін сезген адам. Рәміз Құранда не дейді? Лиллахи мулку самауати вал ард. Алла үшін бүкіл мүлік, аспандар, жердің бүкіл мүлкі. Мүлік бар, мәләкут бар бауырларым. Әрдайым айтамыз. Мәләкут деген біздің жанымыз, не нәрсе көзге көрінмесе ол мәләкут. Мынау Wi-Fi дейсіздер ме, толқын дейсіз ба, не нәрсе көзге көрінмейді ол мәләкут. Осы жерде отырмыз, жанымыздың бәрі мәләкут. Мүлік деген көзге көріне тұрған нәрсе. Ол екеуі де кімнің игілігінде? Аллаху субхану ва тағала дегенде. Мүлік. Табаракаллази биядихил мүлік, ва хуа ала кулли шайин қадир. Берекелді болды, бүкіл мүлік игілігінде болған зат. Ол бар нәрсеге қадір. Аспан, жер, аршы, күрси, 8 жәннат, 7 тозақ. Не нәрсені көреміз ол мүлік? Ол кімніңке? Аллах'ныңке. Мәләкут көзге көрінбейтін. Ол да Аллах'ныңке. Фасубханаллази биядихи мәләкуту кулли шай ва илайхи туржаун. Мінсіз болды, бүкіл мәләкут игілігіндегі болған зат, сендер оған қайтасыңдар. Мұны қайтамыз. Алла ол ең алғашы, ол ауалу, ол ахир, ол захир. Алла ең алғашқы басталусыз. Алла ең алғашқы басталусыз. Оның бар болуы важибул вужуд. Одан жоқты қозбаған, ол мәңгі. Енді басталуы бар, аяқталмай тұрған нәрсе бар. Сондықтан біз жиналып отырмыз. Басталуы бар, бірақ аяқталмайды. Бұл екінші нәрсе. Аллаху субхану ва тағаладан басқаның бәрі ол не? Мақлуқ. Әл-Халиқ ва Аллах. Бәрін жаратушы жалғыз егеміз. Ал енді басталуы бар, аяқталмайтын нәрсе бауырларым екен, 7 нәрсе екен ол не? Ол арш екен, ол күрси екен, 8 жәннат екен, 7 тозақ екен, адамдар, періштелер, жындар екен. Бұның басталуы бар, бірақ не қылмайды? Аяқталмайды. Сол басталуы бар, аяқталмайтын ішінде біздің неміз? Біз сол адам баласы, біздің жанымыз. Ал енді басталып аяқтала тұрған нәрсе осы не екен? Осы дүние екен. Тәніміз шыр етіп дүниеге келдік, жоқ едік. Жоқ едік. Жанымыз Алланың алдында, әке шешеміздің белі несінде олар ер жетті, анамыз бой жетті, олар қосылды некеменен. Фалянзурал инсану мимма хулиқ. Адам баласы неден жаралғанын қарасын. Хулиқал инсана мимма индафиқ. Бір атқып шыққан судан. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا dedi Allah Teala. Адам баласы бір адам деп аталғанша мына жерде отыр, мына бауырматы кім? Бауыржан отыр, мен санаспай кім? Қанат деп айтылғанша заманнан қанша уақыт өтіп кетті. Бұдан 100 жыл алдын ешкімнің білмейтін едік. Міне Алланың қалауына келдік. Содан кейін, құрметті бауырларым, Алланың қалауымен кетеміз. 100 жыл алдын бұл жерде ешқайсымыз жоқ едік. Алла өмір берсін, 100 жылдан кейін бұл жерде не болмайды? Ешқайсымыз болмаймыз. Өйткені біз неміз? Қонақпыз. Осы нәрсені түсінуіміз керек. Жүрегімізде сондықтан мүлік пен мәләкут Алланың екенін біз білуіміз керек. Ұйықтаған кезде де Аллаға зікір қылып, дұғамызды оқып, тұрған кезімізде де жаңағы Алланы еске алып тұруымыз керек.
тұрғаннан бір қатынды, дүниені, байлықты, билікті, мансапты ойлап тұрса, Құдай сақтасын. Ал сен тұрмай қалсаң, жаның алған кезде өкініштің үстіне не болады? Өкініш болады. Жаңа аятта лиллахи мульку самауати вал ард. Осы нәрсені бар қоя жүрегімізге сіңіруіміз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады, күніге кім 100 мәрте Аллаху ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин қадир десе, 100 мәрте айтса, ол сауапқа бөленеді, толады. Тұрады қияметте. Осы нәрсені біз айта берсек, сол кезде барып жүрегімізге не алады екен, орныған екен. Иман орнықпайды дейді бауырларым. Жүрек орныққанша, жүрек орнықпайды дейді, тіл орныққанша жаңағы. Тіліңізбен айта бересіз. Бір күні жарқ етіп ол не алады? Жүрегіңізге орнығады. О кездегі тіліңізбен 1000 айтқаннан жүрегіңізбен 1 айтқан ол 1000 айтқаныңызда не болады? Артық болады. Бірақ оған жету үшін не отыр? Аллах Тағала бізге жеңілдетіп қойыпты, мына тілменен. Лиллахи мульку самауати вал ард. Бүкіл мүлік Аллах'тікі. Лиллахи мульку самауати валлаху аля кулли шайин қадир. Аллах Тағала бәр нәрсеге қадір. Али-Имран сурасы. Раббimiz одан кейін инна фи халқис самауати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аяти ли улил албаб. Аспандар менен жердің жаратылуында, кеше мен күндіздің алма-кезек ауысуында ақылды адамдар үшін Алланың бар екеніне, бір екеніне не бар? Дәлелдер бар дейді. Біз альхамдулилля бақыттымыз. Қазақстанда туылдық. Бірінші мақтау Аллаға болсын, Пайғамбар алейхиссаламға салауаттар болсын, ата-бабамызға миллиондаған рахмат болсын, олардың жатқан жері жайлы болсын. Бізді міне Алланы танып, Алланың алдында, Пайғамбар алейхиссаламның алдында бізді қара бет қылып қалдырған жоқ, альхамдулилля. Хақ дінді танып, жүректеріне сіңіріп, бізге осыны алып кетті, қалдырып кетті. Осындай мекенге қыс келді, міне қыс. Жаңа жаздан кейін бірден қыс қылған жоқ Аллах Тағала. Біз ойлауымыз керек, күз болды, сарғайған күз. Бізді Аллах Тағала дайындады, біздің организмімізді бәрін. Енді қыс келді. Міне, қар жауып жатыр. Көптеген әзір жерде бұл нәрсеге проблема. Кеше Сарыағаш жаққа барсам, мына Ташкент, Аллах қаласа Өзбекстандағы бауырларымызға да, сол Өзбекстанның астанасы Ташкентке де Аллах Тағала жаңбыр қарларды жаудырсын. Өйткені ояқтың бәрі шам басып тұр дейді. Мына Ирандағы бауырларым бұйырды дейді, бір тамшы жауын жаумай қалды дейді, Астананы көшіру керек деп сондай бір не болып жатыр еді. Оқара 19 миллион. Бізге де міне альхамдулилля, бізге де бүкіл мұсылман әлеміне де осындай бір жақсы нелерді берсін, міне қар жауды альхамдулилля. Бұл бір қуаныш болып жатыр. Қыс сияқты болмаса, жаз сияқты болмаса, біз бәріміз неге мұқтажбыз? Біз суға мұқтажбыз, су. Раббimiz не дейді? Анбия сурасында Раббimiz дейді: "Авалам яраллазина кафару анна самауати вал арда канат ратқан фафатахнахума ва джаална минал маи кулли шайин хайин афала юъминун" дейді. Әрбір нәрсені, тірі нәрсені дейді, судан жараттық дейді. Олар иман келтірмей ме дейді. Мүмкін мұнайсыз, газсыз өмір сүруге болады. Бабаларым мұнайсыз, газсыз өмір сүре алмайды. Бірақ адам баласы не қылмайды? Сусыз өмір сүре алмайды. Біздің тәнімізге ең керек нәрсе не ол? Бірінші ауа, оттегі. Одан кейін керек нәрсе су, одан кейін күн керек, одан кейін жер, топырақ керек. Емін еркен бұл дүниеде өмір сүру үшін әлбетте жанымызға бірінші иман керек, Құран керек, ибадат керек. Осыны біз пікір қылуымыз керек міне. Инна фи халқис самауати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аяти ли улил албаб. Әлбетте аспандар мен жердің жаратылуында, кеше мен күндіздің алма-кезек ауысуында ақылды адамдар үшін Құдайдың бар екені, бір екені дәлелдер бар. Олар кім? Аллазина язкуруна Аллаха қияма ва қуда ва ала джунубихим. Олар тұрғанда, отырғанда, жатқанда Аллах Тағаланы еске алады. Зікір қылуыңыз, Алланы еске алуыңыз. Алланы пікір қылмайсыз, не қыласыз? Алланы зікір қыласыз, жаратылысты пікір қыласыз. Az-zikru bila fikr. Не дейді? Az-zikru bila fikr. Зікір қылып пікір қылмасақ, ол жай болып қалады екен. Міне Құдайға шүкір, қанша жерде жүреміз, Қазақстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда, осы түркі, мұсылманның балдары, мүмкін татар, Россия болсын, қай жерде болсын, намаз оқысын, оқымасын, мүмкін ол дінге қарсы шығып жүр, білмейді өзінің кім екенін. Қиын болып қалса, бісмилля дейді жаңағы.
Байқайсыздар оны? Бисмилля дейді. Айтатын сөз не ол? Бисмилля дейді. Жүрегіне сіңіп кеткен. Мүмкін өзі білмей атеист болып жүр, бірақ ол не дейді? Бисмилля дейді. Сол бұл Алланың рахматы, пайғамбар алейхиссаламнан, ата-бабамыздан бұл дінді жүрекке сіңіріп жүргені. Сондықтан мұсылман адам Алланы зікір қылуымыз керек. Екінші не қылуымыз керек? Пікір қылуымыз керек. Пікір міне, суды пікір қылып аты, қарды шеберді шебер дегенше Алланы шебер десеңші, қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқаны не дейді? Құс қылған дейді. Осыны пікір. Зікір қылдыңыз ба? Пікір қылыңыз. Пікір қылыңыз. Өзіңізді пікір қылыңыз. Абай атамыз, кеше балаң келдің ғой бүгін талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сіз, не қызық бар өмірде одан басқа. Міне пікір қылыңыз. Сақалдар ағарып жатыр мына, шаштар ағарады. Құдай өмір берсін, ертең қас ағарады. 5 күн жалған, туылдық, 8 жасқа дейін сәбилік жас, 14-ке дейін балалық шақ, 41-ге дейін жігіттік шақ. Албырттық. Біреумен қақсып, ұрсып кетесің. 41-ден, Құдай өмір берсін, 70-ке дейін есейген шақ, ары қарай қартайған шақ, одан кейін не бол? Кететін шақ. Келдің, қонақсың. Жерді сен жаратқан жоқсың, аспандарды сен жаратқан жоқсың, уақытты сен жаратқан жоқсың. Ата-бабаңды бәрін жаратқан Алла ғой. Я айюханнасу убуду раббакумуллази халақакум валлазина мин қабликум лааллакум таттақун. О адамдар, Рәббілерге құлшылық қылған. Сендерден алдыңғы бір адам алейхиссалам бәрін жаратқан Алла. Сен бір уақыт келдің. Адам баласы 40-қа дейін меніңке дейдікен, 40-тан кейін біз дейді қалады екенсің, біздіңке деп қалады екенсің. Өйткені шәкіртің жүр, балаң жүр. Ал енді 60-қа, 70-ке барса, Алланыке дейді екенсің да, енді болды ғой, енді кетейін деп жатсың ғой енді. Сен жоқ кезде де бұл әлем бар еді. Сен бар, сенен кейін де бұл әлем бар. Бірақ бұл дүниеде бір кішкентай болсын, артыңа бір жақсылық қалдыр. Тастама жұтқа шала көшерім дейді ғой. Көшкенде бір шала нәрсе қалып кетпеу керек. Біреуді ерегістіріп, төбелестіріп, фитнес шығарып кетпеу керек. Мынау құтылдық қой, мына қақпастан демеу керек. Мына алхамдулилля, мына ақсақал кетіп қалды. Арамызда дуа қылып отырар еді. Бірінші не болды, бауырларым? Зікір болды. Екінші пікір болды. Үшінші шүкір қылуымыз керек, Құдайға шүкір. Төртінші сүйікті пайғамбар салауат айтуымыз керек. Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад. Бесінші не қылуымыз керек? Истиғфар айтуымыз керек. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Алтыншы дуа қылуымыз керек. Бұны дәретің болмаса, ғұсылың болмаса да істей беру ғой, бұл 6 құлшылықты. Құранның аяттарын тіпті ғалымдар тилават емес, дұға ретінде оқысаң болады. Жүніпсің. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Міне, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Яғни олар аспандар менен жердің жаратылысы жөнінде пікір қылады. Мына бауырымыз мысалға бір өгізін алды да базарға баратыр, оны сатуға. Жетектеп кетіп бара жатып, сырттан қарасаң, өгізінде еш нәрсе жоқ, оның ақылы жоқ. Бұл кісі ойлап баратыр, қанша болады, нормально баға өтіп кетсе болар еді. Болашаққа мүмкін имамға да біраз хадия қойсам деп жаңағы. Пікір ғой енді, көрдің, пікір. Адамда не бар? Ақыл бар. Ақыл ешқашан тоқтап тұрмайды. Ұйықтаған кезде не алады? Бағадай пікір. Жақсы нәрсені пікір қылу керек. Олар момындар енді сиырды емес, аспанмен жерде пікір қылады. Және айтады, Роббана ма халақта хаза батила дейді. Раббым, сен бұны бостан босқа жаратқан жоқсың. Субханака, сенің мінсіздігіңді жадыма сақтаймын. Фақина азабан нар дейді екен. Ол сен бізді тозақ отына не дейді, асыра дейді екен. Сондықтан осы, алхамдулилля, біздің ислам діні бұл фитрат діні, біздің дәстүріміз барлығы. Фитрат деген не ол? Жаратылыс. Мынау шариғаттың заңы бар, даланың заңы бар, кейін ақылдың заңы бар, табиғаттың заңы бар. Соның бәрін ұштастырып, бабаларымыз осы иншалла дініне алды. Өзі
Құранды бір қарап оқысаң, Аллаху субхану ва тағала адамды жаратқан айтады. Топырақ болды дейді, лай болды дейді, ашыған лай болды, жабысқақ лай болды, бір құрғаған бір құмыра сияқты ұрғанда сыңғырлай тұрған не болды. Содан кейін жан салдым дейді Аллах тағала. Бірақ Хауа анамызды айтпайды, қараңызшы. Соны бір ойладыңдар ма? Енді Адам алейхиссаламда киім болған жоқ қой, енді жаратылып жатқанда, я. Хауа анамыз неден жаратылды? Жәннатта жаратылды. Әйел деген ол құпия, әйел деген ол ұят. Жәннатта жаратылды. Сондықтан оның несін не қылмайды? Айтылмайды. Періштелер көрді, адам жаратылып жатқан кезде былай қарап. Сондықтан өткенде бір нелер айтады. Жеңгең айтады, әйел адам неге гүлді жақсы көреді дейді. Өйткені ол кісі жәннатта жаратылды, Хауа анамыз. Бірінші көрген не болды? Бау-бақша, гүл. Сондықтан бабам қазақ, қараңызшы, 2 жасар қызға 1 жасар болсын, оған не кигізіп қояды? Етек, өзін көйлек кигізіп қояды. Қыз бала ешқашан қазақта не қылмайды, қоғамда не жүрмейді? Жалаңаш жүреді. Орамал жоқ, орамалдың керегі жоқ, бірақ көйлегі бар. Анау ұл бала шауып жүреді жаңағы жүгіріп. Бұтында стан жоқ. Анау көр әпшу бер деп қояды ана жер. Сөйтіп ана бүйтіп не қояды, анау сүннатқа дайындайды екен анау. Мана жері анау әтуін бүйте берген сайын анау кейбір кезде врачтар әбден не қылады жаңағы. Жабысып қалған ғой анау бит. Бұл бәрі не? Біздің бабамыз мұсылман отбасында келдік. Бәрі жаңағы пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады хадисте 10 нәрсе фитраттан дейді. 10 нәрсе фитраттан деген не ол жаратылыстан. Ауызға су алу, мұрынға су алу, мына сақалды қою, кейін ауызға су аласыз, мұрынға су аласыз. Мұрт ауызға түспеу керек жеттер, бақылық табақ. Сақал, шашты таза сақтау, бұл 5 адамның басындағы. Мынау қолдың тырнағын алу, аяқтың тырнағын алу, қолтықты күн түйместі қыру, үлкен дәреттен кейін мұстахаб қылуыңыз, кейінен нені кесу міне. Бұл не болып тұр? Бұл сүннаттан, тазалықтан. Ислам діні бізге мына 8-ші ғасырда келген кезде бұяқтан Тибеттен де келген. Сонда бабаларым тыңдап қараған. Қараса бүкіл тазалық шариғатта. Тамақтан алдын қолыңды жуу, тамақтан кейін қолыңды жуу, дәреті бар, таямы бар, ғұсылы бар. Барлық сіздің жан дүниеңізге не керек, оның бәрі бар. Шекараны бұзса не қылады? Жерде бізде жер дау, жесір дау дейміз ғой. Бұл жерде жихад болады. Ол не жоқ, басқа дінде сияқты. Мына бетіңді ұрса, мына бетіңді тос деген нәрсе жоқ. Исламды ешкімге ұрынма, ешкімді не қылма, таяқ жеме. Бұл хақ дін. Алхамдулилля. Бабаларымыз болса хақ дінді сіңіріп, әзір кезде бізге бірлік керек. Мына оқыңыздар, имамдар, мына діни басқармадан тапсырмалар беріледі. Бізге әзір жақсылап тұрып, дінімізді үйретуіміз керек, тарихымызды оқуымыз керек, тарихымыз. Мына неден бастап, анау дейді, мынау дейді, шариғатта, дініміз бен дәстүрімізде барлық нәрсе бар. Білесіздер, пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Маккада қанша жыл болды? 13 жыл. Кейін Мадинаға барды. Мадинада не ол? 10 жыл. Осы жерде айтып кететін, пайғамбарға енді бір пайғамбарларға ол бұрын дін дұшпандар пайғамбарларға тиісетін. Сол сияқты пайғамбар исламға да тиіседі. Нух алейхиссалам жалаңаш жүр деген бұлардың кітаптарында бар. Лут пайғамбар өзінің қыздарымен қосылды деген нәрсе бар. Сөйтіп біздің пайғамбар исламда жас қыз Айшаны алды деп ондай бір жаман сөздерді айтады. Жоқ. Міне, 2 риуаят бар, жігіттер, біліп алыңыздар. Айша анамыз бір риуаятта келеді, уахи келерден алдын 5 жыл туылған дейді, 5 жаста еді дейді. Бір риуаятта. Қараңыз. Пайғамбар исламға 40 жасында уахи келсе, ол 5 жас болса, 13 жыл неде болды? Маккада. Мадинаға барған екен неше жаста болады? 13-ке 5-ті қоссақ, 18 жаста. Екінші риуаятта уахи келген жылы туылды дейді. Оның өзінде 14-ке келген болады, міне. Ешқандай ондай пайғамбар исламның отбасында, Құранда, пайғамбарымызда тозандай бір не жоқ, қате жоқ. Пайғамбар ислам өмірі о айдан анық, күннен жарық. Осы нәрсен жүрген. Мен айтайын деп жатқаным, сол Маккадан Мадинаға келеді пайғамбар ислам.
Әлі өрде проблема көп. Әлі Макка қолға түскен не өткен жоқ. Мына жақта Ғадафан мүшриктері бар, мына жақта Макканың мүшриктері бар, іште мұнафықтар бар. Мына жақта Бани Қайнақа, Бани Назир, Бани Құрайза, Хайбардың яһудилері бар. Мынандай топалап болып жатқан заман жаңағы. Бірақ Аллаху субхану ва тағала пайғамбарды қолдап тұр ғой. Бірақ шариғатта еніп жатқан кез. Маккада ол ақида мен ақлақ болды, намаз ғана болды. Ораза, зекет, парыз емес, отбасы. Сонда бір әйел келді пайғамбар исламға. Я Расулалла деді. Ол кезде әйелдер кәдімгі бір не сияқты, мүлік сияқты. Біреу әйел өлсе, біреу киімін лақтырады, бола менікі деген сияқты. Келді, я Расулалла деді. Менің 3 қызым бар деді. Күйеуім деді, сізбен ғазабатта шахид болды деді. Мен 3 қызбан қалған бір жесірмін. Күйеуімнің ағасы деді ма, қайнағам деді ма, қайным деді ма келді да дүниенің бәрін алып кетіп қалды деді. Енді мен қалай күн көрем деді. Сол кезде Аллаху субхану ва тағала Ниса сурасы түсірді аят. Мына Құран кәрімі кімнің бір қызы болса, әкесінің дүниесінің жартысы. Ұлы болмаса да, кімнің бір қыздан көп, 2 қызы, 3 қызы болса, әкесінің дүниесінің 3-тен 2-сін алады деді. Ал әйелдің баласы болса, 8-ден 1, сол күйеуден, баласы болса 4-тен 1 деді. Міне. 3-тен 2-сін білесіздер ғой. $100,000 болса, оның қаншасы болады? 70,000 ғой, yani 3-тен 1 соған. Пайғамбар ислам оны шақырды. Анан 8-ден 1 мынау әйелге бересің, 3-тен 2-сін 3 қызға бересің, қағаны деді, сеніге деді. Өйткені асаба деген сөз бір ер кісінің қолында қалу керек. Міне осы кезде 7-ші ғасыры бұл, құрметті бауырларым. Әйелдердің несі көтерілді? Біз мұра емес, біз мұрагер болады екенбіз ғой, субханалла деп. Ал әзір бізде қарасаң, бұл Европада, бұл бірінші дүние соғысында білесіздер, мынау бірінші дүние соғыс болды, оны Ресей, ол кезде нелермен бұлардың жақтастары болды, анан жақтастары. Содан еркектер қырылып қалды. Содан кейін бар кім келді? Әйелдерді оқыту керек болды. Сол кезде әйелдер оқып барып, сол 19-шы ғасырда ғана әйелдердің ақысы, құқы деген нәрсе енді яғды. Осы сияқты біз тарихты бар оя, біз жақсылап оқуымыз керек. Исламға біреу кір жағам дейді, ол нұрға кір жағылмайды. Осы нәрселерді біз жақсылап тұрып. Мына бір нәрсемді айтып қойып. Мынау исламда біздің бабам қазақтар еді, 6 жасқа дейін не дейді, қан тұт дейді, 12-ке дейін оны дейді, қызмет қыл дейді, қызметші дейді. 12-ден ары қарай оған дейді, дос тұт дейді. Сондықтан балдардың жүрегіне не қылу керек? Жастардың жүрегіне ислам не? Оны махаббатты сіңіру керек. Сталинді алатын болсақ, өзі бір етекшінің баласы, әкесі алғаш болған, оны ұра берген. Жүзінде бір нелер, өзі 1,56 ма, бір қолына қысқа, соны бір мейірім көрмеген ғой. Уличный казнь дейді ғой, сондайды көрген. Сондықтан адамдар сондай бір жек көрумен өскен. Гитлерді алсаң, ол нағашы әпкесінің қолында өседі, онда жездесін сабай беретін оған. Екеуі мейірім көрмеді, екеуі бір Алланың қалауыма неге келді, басшылыққа. 30-40 миллионды не салды, бейтіп, жай әшейін. Адам жақсы көрмейді ол. Кешірім, мейірім деген. Мейірім мен кешірім көрмеген адам, мейірімді кешірімді болмайды. Біз бабаларым қандай мейірім бәрі, билеріміз. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам әкенің құрсағында, ананың құрсағында болған әкесінен айырылды. Бірақ анасы қандай мейірімді, Амина. Одан кейін Халима деген емді білесіздер. Оның Халибаның қызы болады, Шайма деген. Пайғамбар алейхиссалам қандай еркелеткен. Кейін 8 жасқа дейін оның атасы Абу Талиб не қылды? Өте не бересің бізде қатты мейірімді. Тіпті әкесінің мойындамай қалады, атаның қолында өскендері сонда мейірімді көрді. Оны ешбір небересі, баласы отырмайтын жанына отырғызатын. Мейірімге тойды.
Сонан бұл дүниеден өтер кезде ана балдарын бәрін жинады. Енді 8 жасар біреуді тапсыру керек қой. Ішінде Абу Лахаб бар, Абу Талиб бар, және бар. Бірақ Абу Талиб дүниесі аз болса да ол мейірім деді. Біледі ол баласын. Соған берді. Оның әйелі Фатима, Али Разиаллаху анасы. Өте жаңа мейірімді әйел болған. Балдарға қараған кезде пайғамбар исламға көңіл бөлген. Бірақ пайғамбар Мұхаммед ислам ол кезде арабтарда сондай болған, балдар бүйтіп отырады, жеп болғаннан кейін соларға беретін болған. Сонда пайғамбар таласпайтын болады. Сол Фатима анамызда мейірімді көргеннен пайғамбар ислам айтады, анамнан кейін анам деген жаңағы Фатима. Өзінің қызы Фатиманы қойғаны да соның құрметіне жаңағы. Ананы жақсы көргеннен кейін не қылған? Сондықтан ол кісі жүрегі мейірімге толған екен не қылды? Әлемге мейірімді толдырады. Міне біздің неміз, дініміз, бабамыздың нелері, міне жетімменен жесірге қарау, жетімін жылатпаған, жесірін тентіретпеген, бізде жетімхана болмаған, қариялар үйдің қазынасы деген, үлкенге құрмет, кішіге ізет, өзіміздің сол дінімізбен, дәстүрімізде иншалла берік болуымыз керек. Болмаса кезінде 70 жыл коммунизмде тек қана сол коммунистердің тепкісі болса, әзір енді бауырларым ашылып кетті әлем. Не бәлелер, естпеген нәрселер болады жаңағы. Өйткені Мұхаммад алейхиссалам ең соңғы пайғамбар. Сол пайғамбарлардың күрескен нәрсе болды, қауымы, солардың барлығы болады жаңағы. Лут қауымының өте үлкен нәрсесі не еді жаңағы? Еркекпен еркек болу, мына әзірдегі ЛГБТ, еркекпен еркек, қатынмен қатын, еркек қатын болып отыр, қатын еркек болып отыр. Оның үстіне еліктеп біздің де мұсылманның, қазақтың балдары да кіріп кетіп жатыр. Бұл нәрсеге бізде ықтият болуымыз керек. Әзір қиын, баяғы біздің кезімізде, сен жігіт емес екенсің деген сөз ол өлім еді жаңағы. Қазақта айтады ғой, жігіттің екі сөйлегені не ол? Өлгені дейді. Арыстан ізімен арыстан, жігіт сөзбен жігіт дейді. Жігіт ешқашан сөзін ауаға тастамайды дейді. Не дейді бабам қазақ не дейді? Бәрін табиғатпен салыстырады ғой. Жылқыман жылқының несі артық дейді. Бір асым ерті артық дейді. Жігіттен жігіттің несі артық дейді. Сөзінде тұрған ісі артық дейді. Әлі біреуге жігіт емессің деп айтауға да қорқасың, оның өзі қатын болып тұран неге кеп жатыр да жаңағы. Біреуі гей болып бара жатыр, біреуі не болып жатыр, еркегі қатын болып бара жатыр, Құдай сақтасын. Бәрін айтты, бірін айт, жігіттер. Мына қоғамда ең жаман адамдар, олар мұнафықтар. Мұнафықтың сол 4 сипаты болады. Сол 4 сипаттың болмау керек. Соның қарама қайшысы бізде болу керек та. Біріншіне сөйлесек тура сөйлеуіміз керек. Ақиқатты айтуымыз керек, шындықты. Уәде берсек, уәдемізді орындауымыз керек. Бірақ уәдені бере бермеңіздер, шама келген нәрсе уәде бермеңіздер. Қуанып тұрғанда ешқашан уәде бермеңіздер. Ашуланып тұрғанда ешқашан шешім қабылдамаңыздар. Біреумен ерегісіп қалдың, ей деместен сабыр қылып, есікті қат жауып кетпеңіздер. Жұмыс бола ма, не бола ма? Қуанып тұрғанда уәде бермеу керек, ашуланып тұрғанда не бермеу керек, шешім қабылдамау керек. Тура сөйлесек, уәдемізде тұрсақ, аманатқа қиянат қылмасақ, 4-ші ұрысқан кезде жарылып кетпеуіміз керек жаңағы. Ыстамдылық керек жаңағы. Казиминал ғойл дейді ғой, ашуымызды жұтып. Ренішіңді білдір. Бірақ ақ ет кіріп, көк ет шығып, боқтап, ептай алмайды деп жаңағы бар ғой. Ол өзде ол не болып қалады, ол не? Мұсылманның сипаты болмай қалады екен. Аллаху субхану ва тағала ислам дініне қуат берсін, мұсылмандарға бірлік берсін. Міне иншалла ұстаздардың бәріне әзір неде YouTube дейді, басқа да Құран-ы Кәрімде бірден 7 мәрте қайталап, 3 мәрте қайталайтын нелер бар. Осы Құранға түспегендерді Құранға түсіп алыңдар. Құранға түскендер иншалла мына бір пара Құранды жаттап, мүлікті жаттап, Ясинді жаттап иншалла. Мына рызқы көп болады. Таң намаздан кейін Ясинді оқысаңыздар, құптан намаздан кейін уақия менен мүлікті оқыңыздар, кейін жұмыстарын істей беріңіздер, берекенің қалай келгенін өздеріңіз білмей қаласыздар. Әлбетте
ислам бұл кедейшілікке шақырмайды, байлыққа шақырады. Беруші қол не дейді? Алушы қолдан жақсы дейді. Кәлимаға, намазға ақша керек жоқ, бірақ ораза тұтасың, оғанда бірақ ауызашар бергің келеді, оған ақша керек. Зекет бер дейді, дүниеңе қаяқтан зекет бересің. Қажылыққа бар дейді, бұл ислам діні болды. Бізде, сіздерде мына жастар өте үлкен капитал тұр. Бірінші не бар сіздерде? Сіздерде денсаулық бар. Екінші қайрат бар. Үшінші жастық бар. Төртінші не бар сіздерде? Уақыт бар. Бүкіл нәрсені сатып ала тұрған осы нәрсе бар. Осыны ретіменен қолдансақ жаңа. Қайрат бар, күш бар, денсаулық бар, жастық бар, уақыт бар. Пайғамбар салlallahu алейхи ва саллям екі неғмат бар, оны адамдар көп оған көрмейді. Ол денсаулық болу, көңіл. Жас бір кәм дүние, жастық кезде денсаулық болады, қайрат болады, жастық болады, бірақ не болмайды? Дүние болмайды. Орта жас кезде қайрат болады, денсаулық болады, дүние болады, бірақ не уақыт болмайды. Қартайын келген кезінде жақсылап қартайсаң енді не болады? Байлық болады, уақыт болады, бірақ қайратта не болмайды? Денсаулық болмай қалады. Әр нәрсені өз кезінде не болу керек? Пайдалану керек. Пайғамбар ислам хадисте ихтанимул хамса қабрал хамса, 5 нәрсенің қадірін 5 нәрседен алдын біл дегенде. Осы кеше анау бір университетте оқитын шәкірт айтады. Эстонияда ма, Латвиядан бір нелер келіпті, құрылыс арасындағы нелер. Мұғалімдер, профессорлар келіп кетіп жатады ғой, біздің ойға барады. Сонда біздің профессорымыз сол шығарып сабатқанда айтыпты. Мен жастары қарадым, бір қуандым. Сендердің ұлдарың, қыздарың бәрі жүздері жарқын. Жастық қайрат бар екен. Бізде оман жастылардың бәрі арақ ішеді, басқа қылады, түрлері неғып кеткен дейді, қартайып кеткен дейді. Сондықтан мынау бұл аманат. Міне, лудомания. Не дейді және? Лудомания жаңағы, игромания, таксимания, наркомания. Осы нәрсенің бәріне ұзақ болу керек. Ана жерде өткенде айтады, Астанада дейді, қарияған шалдар ата-анасы әптен ақшаға кіріп кеткен, біреу пенсиясын жинап неден құтқарам депті. Бір кіріп алды ма, Құдай сақтасын, одан ешқашан байымайды, ол харам. Ол анау казинода баяғыда біз Құдай бармасын, естетіміз, екі нәрсе болмайды дейді. Сағат болмайды екен, күн түспейді екен. Анау барыңды бәрін беріп, Құдай сақтасын, қатынын да сатып жеуге мүмкін. Бұндай нәрселер бұл дерт дәлір. Бұдан өзімізді, бауырларымызды, басқаларымызды одан ұзақта алуымыз керек. Әзірге елдің жастарының осы несі. Мынау темекі, электрондық темекі. Кейін анау нелер, фатуаның бәрі шықты оқысаңыздар. Горилла дей ма? Соны ішіп те өліп кетіп жатыр. Біз өзіміздің ата-бабамыз шығып өсіп өнді ғой. Өзінің қымызың, шұбатың, оған ақшаң жетпесе айраң, құртың бар ғой сенің. Өзіне етің бар. Соман өсіп өндік. Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек, Есет, Төлебей, Айтеке, Қазыбек, соның жеген тамағы сол. Одан артық не жемексің сен жаңағы. Қаның да жаңағы Абылай ханыңнан баста, одан алдыңғы жаңағы не жаңағы Керей, мен Жәнібегің, бәрі соның тамағы сол. Ол тамаққа жете алмай жатыр. Өзіміздің тамағымыз бар, өзіміздің сусынымыз бар, өзіміздің мәдениетіміз бен. Мұнау шетелді тек қанаға техникасын, басқасын біз пайдалануымыз керек. Мұнау елге қызмет ету. Тәуелсіздік деген құрметті бауырларым, тек қана мұнау жерді тәуелсіздік ағамен олман болмайды екен. Тәуелсіздік экономикада тәуелсіздік болды екен, азық-түлікте тәуелсіз болуымыз керек екен, қарулы неден армиядан қашпауымыз керек, қарулы күште тәуелсіздік болуымыз керек екен, энергетикада тәуелсіздік болуымыз керек, мәдениетте, саясатта, ақпаратта. Сондықтан Аллаху субханала ва тағала бізге осынша жерді берді ма, біз осыған дінімізбенен мәдениетіне, дәстүріне біз не қылуымыз керек? Атсалысымыз керек. Құдайға шүкір, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы дағы бүкіл мешіттердің бәрі қазақ тілінде, міне барлық айтылу, бұл да біздің
тілімізге неғып жатқан нәрсе. Бұл Құдайдың берген неғматы. Мынау араб тілі мен парсы тілі былай кіріп келген кезде, мынау Қожа Ахмет Яссауи атамыз түрк тілін сақтап қалған екен. Бәрі түркіміз ғой енді. Түрк деген Түркия емес. Олар да бізден барған жаңағы. Екінші мынау Ахмет Байтұрсын атамыз жаңағы. Мынау араб тілін алғанда 8 әріпті алып тастаған. Дәлдің зәлі, сабун демейсің ғой, сабын дейсің, ол айтылмайды. Додан сөз жоқ. Торғай демейсің ғой. Торғай, тобақ, табақ дейсің. Бірақ Құранда оны шығару керек тоны. Водан әріп жоқ. Сөйткенде ананы іңкәр деген күн бар, күн бар, бар, осыларды кіргізген. Атамызға да рахмет. Сол қамалып, айдалып, таяқ жеп, бірақ бізге нені қалдырып кетті? Тіліміз шұбарланып кетпесін деп. Болмаса да ол жақсы, ол сияқты адамдар болған, тыныш өмір сүріп, ешкімге айды. Сен тимесең, мен тиме, бадырақ көздеп өтсе болар еді. Бірақ ол не еді? Ұлттың қамын жеді. Бірақ Аллаху Субхану ва Тағала оның еңбегін заяға жібермеді. Оны не деді? Ұлт ұстазы дегеннен алып қалды да. Ұлт ұстазы деген сөз, оңай емес қой жаңа. Сен мұғалім боласың, молда боласың, математика ұстазы боласың, физика, алгебра. Ол ұлттың несі болды? Ұстазы. Ана кітабы бар, 5 томдық. Бәріне кірген енді ол кісі енді. Тілге кірген, неге кірген. Сол сияқты Құдайға шүкір, мына қай ғасырда болсын. Бірінші мынау Қараханиттер дәуірі, білесіздер, 8 ғасырда Атлақ шайқасында мына бабаларымыз мұсылман болып, таң империясымен соғысқан. Одан кейін кім келді? Мынау Алтын Ордада кім мұсылман болды? Берке хан. Мына Бейбарыс атамызбен не болды екеуі? Беркенің қызын алды. Осындай неде. Ол Саудияға дейміз ғой, ол Хижаз деп айтылған. Бүкіл Беркеге жұмада дұға қылып жатқан. 20 жыл өмір сүрген исламға. Кейін өзбек ханы келді. Бүкіл исламды не қылды. Содан кейін қандары кезінде мысалы Керей мен Жәнібектің, Қасым ханның Қашқа жолы бар. Көп айтылмайды. Одан кейін не бар? Хақназардың хақ жолы бар. Шариғатқа өте терең. Одан кейін Есім ханның ескі жолы. Тәукенің 7 жарғысы, бәрі шариғатқа сай. 7 жарғысы. Жер дауы, жесір дауы. Өзі бар ғой, бұлай тереңірек оқыса өте қызық. Бұл әлемді жаратқанда Аллах Тағала, Құран жіберген Аллах Тағала ғой. Мынау Төле би бидің алдына келеді ғой, бір жігітпен бір ақсақал келеді екен, тартысып. Бір жігіт түлкіні аулап алған, сөйтсе түлкі ана ақсақал айтады, мына түлкіні мен қарайлап жүредім, мынау балдары емшектен шығып өзінің жүні толған кезде атып аламын десе, мынау атып алды дейді мынау жігіт. Анау жігіт айтады, не саған адырдың бәрі сенікі ме дейді. Сөйтіп қараса, Төле би айтады, Төле би Қазыбек Айтекеннің бәрі далазан ішіп тастаған ғой. Түлкіге қараңдар дейді, ұрғашы болса кімнікі депті? Ақсақалдың депті. Еркек болса ненікі депті? Жас жігіттің. Өйткені ұрғашысы іннен ұзаққа кетпейді деген. Бүкіл жануардың ұрғашы іннен ұзаққа кетпейді деген. Қарсы ұрғаш болып шыққан. Біздің шариғатымызда әйел дейді, 3 күндік жолға 92 километрден ары шығып кетпесін дейді ғой. Ары шығып кетсе проблема басталады енді, Құдай сақтасын. Әз бәрі шығып кетті ол жаға. Табиғатқа сай. Шариғатта, мынау жануарда шешесі өлгенде не дейді? Жетім дейді. Ал шариғатта әкесі өлгенде жетім дейді. Енді сиыр өліп қалса өгіз барып қарамайды ғой, ақылы жоқ қой, оны қарай тұрған, қой өліп қалса не қылмайды? Қошқар қарамайды ғой, жетім қозы білесіз ауылдарда жаңағы. Өмір уызына жарымаған жетім қозда өмір ет жинамайды, қарды қампиып кетіп береді бейшара. Шариғатта не дейді? Әкесі өлген жетім. Қазақ солай, жетім мен жесір деген сөз бар. Оны не? Жаны ашып айтылған нәрсе. Жетім мен жесірдің хақын жеме. Құран-ы Кәрімде де аятта жетімнің хақын жеген от жегенмен барабар. Жоқ қой жаңағы. Не деп ондай жоқ жаңағы баласы мен қатыны өліп қалған деген нәрсе жоқ. Жігітсің ғой сен жаңағы. Міне, табиғатпен, шариғатпен, ақиқатпен, марифатпен бәрін сіңіріп бізге қалдырған.
Біз соны тек қана оқып, біз ғалым боламыз. Сондықтан біз анау тарихтың бәрін оқып, не тек қана Қазақстан емес, Қырғызстан, Өзбекстан, олардың бәрі бір болған. Мынау жаңағы Ресейдің территориясының бәрін, татардың, башқұрттың бәрі. Қазақ хандығына кіргендердің бәрі мұсылман болған. Қазақ хандығына кіре алмай қалғандар не болған? Түркілер не болмай қалған. Міне осы жерден білесіздер. Өскеменнен ары қарай өтіңіз, Шыманақай ма? Одан ары қарай өтсеңіз, Майманмын дейді. Негізі ол Найман атамыз, бірақ ол неге кіре алмай қалды? Қазақ хандығына кіре алмай қалды. Өзі түркілер, біз 25 неміз. Ұлтпыз. Қазақ, өзбек, қырғыз, түркмен, әзірбайжан, түрік, ұйғыр, татар, башқұрт, құмық, қарашай. Ал дінге осы неғандар, альхамдулилля, өзінің дәстүрімен Бауыржан, Ержан, Асқар дінін, тілін, дәстүрін сақтап тұр. Біздің альхамдулилля, құрметті бауырларым, біз ақ неке немен? Алтын шежіремен келе жатырық. Ет атасын білмеген не дейді қазақта? Жетесіз дейді. Бұл жет ата деген өте қан тазалығы. Осы альхамдулилля көп бәрін айтты, бірін айт. Сондықтан дініміз, дәстүріміз, тіліміз, тарихымыз, жеріміз, елімізге иншалла қызмет етейік иншалла. Дуаламыз. Альхамдулиллахи раббил аламин, уассалату уассаламу аля сайидина Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Жаратқан жағдайым ислам дініне қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер. Мынау уағыз естем деп осында күтіп отырған бауырларым Раббым, ілім ләдун бер Раббым. Осылардың ұлдарынан Раббым, қариларды, қыздарынан хафиздар шықсын жаратқан жалғыз егем. Мынау кең байтақ жерімізге ла иляха иллаллах Мұхаммад расул деген қара көздер толтыр Раббым. Мынау жеріміз қалай тәуелсіз болғандай Раббым, экономикада да, саясатта да Раббым, қарулы күште де Раббым, мәдениетте де, барлық нәрседе тәуелсіз болуыңды өзің нәрседе Раббым. Тәуелсіздігіміз қиямет күнінде болса Раббым, өзіңнен өзгеге тәуелді қылма, өзіңнен өзгеге пенде қылма, өзіңнен өзгенің алдында Раббым тіземізді бүктірме Раббым. Мына имамдарымыз, бас имамымыз, жамааттарымыздың бәрі ауыз ашудан тамақ болып, осы елімізге, жұртымызға қызмет ете берсін Раббым. Бәрімізге ұзақ өмір, зор денсаулық, давамul афия, хуснул хатима Раббым. Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям.